Алматыда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдығын дайындау және өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссияның төрағасы Қырымбек Көшербаевтың қатысуымен бірнеше шаралар өткізілді. Шараға білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов, мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова, Қазақ ұлттық университетінің ректоры Ғалым Мұтанов, академиялық қоғамдастық пен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, университеттің оқытушылары мен студенттер қатысты. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы Әл-Фараби халықаралық орталығында әлемге Әл-Машани деген атпен танымал әйгілі ғалым және фараби танушы Ақжан Жақсыбекұлы Машановтың бюстінің ашылу салтанаты өткізілді. Құрметті Жамал Шорағызы, бүгін ағамыздың бізбен қатар болмағанына тәңірге ұмытпай көшінеміз. Бүгін біз тәңірге осындай асыл азаматты қазақ халқына сыйлаған үшін рахмет айтуға жиналамыз. Мемлекеттік хатшы салтанатты рәсімдегі құттықтау сөзінде адамзаттың екінші ұстазы Әл-Фарабидің Қазақстан аумағында отырарда бір кездері Фараби деп аталған. Қазақстан мен Орталық Азияның ежелгі мәдени орталығында дүниеге келгенін әлемге ғылыми тұрғыдан дәлелдеген. Қазақстандық Фараби тану мектебінің негізін қалаушысының ерекше үлесін атап өтті. Осыдан жарты ғасыр бұрын 1975 жылы ЮНЕСКО қамқоршылығымен Қазақстанның Алматы қаласында өткен Әл-Фарабидің 1100 жылдығын арналған халықаралық форум өткізу туралы шешімнің қабылдануы қазақстандық ғалымның баға жетпес еңбегінің мойындалуының тағы бір көрінісі болды. Дөңгелек үстел форматында өткен ғалымдармен кездесу барысында Қырымбек Көшербаев Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойының кейбір қорытындыларын шығарып, мерейтойлық жыл ЮНЕСКОның қамқорлығымен халықаралық деңгейде атап өтілуде екендігін атап өтті. Пандемияға қарамастан қазақстандық фараби танушылары мен ғылыми қоғамдастық ұлы ғалымның мұрасын елде және бүкіл әлемде кеңінен насихаттап дәріптеу бойынша орасан зор жұмыс атқарды. Мерейтойлық іс-шараларға қатысуға халықаралық қоғамдастық және академиялық орта кең ауқымда тартылды. Олардың ішінде Біріккен ұлттар ұйымы мен ЮНЕСКО, Тюрксой, дипломатиялық миссиялардың өкілдері, сондай-ақ шетелдік жетекші фараби танушы ғалымдар бар. Шетелдегі Қазақстанның елшіліктерімен және Әл-Фараби орталықтарының қолдауымен және жетекші шетелдік университеттермен бірлесіп, Оксфорд университеті, Джавахарлар Неру университеті, Стамбул университеті, Каподистри атындағы Афина ұлттық университеті, София университеті, Дамаск университеті, Египет университеті және басқа университеттермен бірқатар халықаралық конференциялар өткізілді. Әл-Фарабидің мерейтойы Үндістан, Сингапур, Малайзия және Индонезияда аталып өтті. Халықаралық іс-шараларға әлемнің 50 елінің атынан 100-ден астам университеттерден және тағы басқа ұйымдардан 12 мыңнан астам адам қамтылды. Республикада онлайн режимінде 60-тан астам конференция, дөңгелек үстелдер мен ғылыми семинарлар өтті. Мәселен, әлеуметтік желілерде ашық қол жетімділікпен парасаттылық сағаты жалпы республикалық акциясы, Әл-Фараби және қайырымды қоғам атты видео дәріс және екінші ұстаз онлайн веб-семинарлар сериясы өткізілді. Қайырымды қоғам челленджіне әлемнің 7 елінен келген шетелдік студенттермен қоса Қазақстанның жоғарғы оқу орындарының 14 мыңға жуық студенті қатысты. Әл-Фараби халықаралық пәндік олимпиадасына алыс және жақын шетелдердің 10 елінен 9,5 мыңнан астам мектеп оқушысы қатысты. Олимпиада жеңімпаздарына Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқуға 40 білім гранты бөлінді. Сонымен қатар Әл-Фарабиге арналған 7 монография, Әл-Фарабидің дәйек сөздер жинағы, сонымен қатар қайырымдылық ойлары мен нақыл сөздер жинағы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарық көрді. Әл-Фарабидің бұрын жарияланбаған 3 трактаты араб тілінен қазақ тіліне аударылды. Кездесу аясында әлемде тұңғыш рет жарық көрген Әл-Фараби энциклопедиясының тұсаукесері өтті. Энциклопедияның мазмұны тарихи деректер, мәліметтер, географиялық нысандар, өмірбаяндық мәліметтер, ойшылдың өмір жолы мен ғылыми мұраларын, трактаттар мен оларға түсіндірмелер, ұғымдар мен терминдер, араб, мұсылман, ренессанс кезеңіндегі белгілі ғалымдардың еңбектерін қамтиды. Онда заманауи зерттеушілер мен қазақстандық фараби танушылар, сондай-ақ ислам философиясы, дін, мәдениет, ғылым және білім мәселелерімен айналысатын барша ғалымдар туралы библиографиялық мәліметтер келтірілген. Мемлекеттік хатшыға сонымен қатар мерейтойлық жылы Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінің Қазақстанда және шет елдерде ұйымдастырған және өткізген негізгі оқиғалар мен іс-шараларды қамтитын Ұлы даланың ұлы есімі фотоальбомы ұсынылды. Сондай-ақ онда еліміздің жетекші университетінің ұлы ойшылдың рухани мұрасын танымал ету, зерттеу, зерделеу, насихаттау және мәңгі есте қалдыру жөніндегі жобалары мен бастамалар туралы баяндалады. Кітап тек фарабитанушы ғалымдар мен ғылыми қоғамдастықтың ғана емес, сонымен қатар оқырмандардың кең ауқымы үшін де қызықты болады. Кездесу соңында Қырымбек Елеуұлы қазақстандық ғалымдарға қажымас ғылыми ізденістер үшін алғысын білдіріп, оларға жаңа табыстар мен қазақстандық ғылым мен Қазақстанның игілігі үшін зор жетістіктер тіледі. Іс-шараға қатысушылар Әл-Фараби шығармалары және ол туралы жаңа басылымдар көрмесі мен сирек кездесетін кітаптар қорымен және кітапхананың тақырыптық залдарымен Әл-Фараби мұражайының жаңартылған экспозицияларымен танысты. Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысының сапары аясында Пан Ги Мун атындағы тұрақты даму институты мен 4-ші мерзім қатарынан Қазақ ұлттық университетін басқарып келе жатқан Біріккен ұлттар ұйымының академиялық ықпалы бағдарламасының ғаламдық хабының жаңартылған кеңесінің тұсаукесері өтті. Сондай-ақ Қырымбек Көшербаев университет ғалымдарының COVID-19 пандемиясына байланысты, соның ішінде заманауи IT технологияларды қолдана отырып жасаған бірқатар зерттемелермен танысты. Үлкен ғылыми әлеуетке ие елдің жетекші университеті коронавирус пандемиясының таралуымен күреске өз үлесін қосуда.